Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Зейнетақы алатын аға буын өкілдерін көрген жастар зейнетақының тамаша көмек екеніне, ал оның мөлшері қамсыз қарттықты қамтамасыз ете алатынына көз жеткізіп отыр. Бұл ретте жұмыс істейтін жастардың болашақ зейнетақыны ұлғайтуға мүмкіндіктері бар ма? Әрине, бар. Тек уақытты созбай бәрін тезірек қолға алған жөн. Жалақымыздың 10%-ын міндетті зейнетақы жарналары түрінде зейнетақы қорына аударым жасайтынымыз бәрімізге белгілі. Алайда бұдан бөлек ерікті зейнетақы жарналарында аудара аламыз. Ерікті зейнетақы жарналары дегеніміз не? Ерікті зейнетақы жарналары салымшының өз еркі бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударатын ақшасы. Яғни, сіз өзіңіз үшін немесе отбасылық бюджет үшін қолайлы соманы анықтап, оны ерікті шотқа сала аласыз. Бұл жерде аударымдардың мөлшері ғана емес, олардың тұрақтылығы да маңызды. Өзіңіздің зейнетақы шотыңызға ғана емес, сонымен қатар жұмыссыз немесе жалақысы төмен жақын туысыңыздың зейнетке шыққан ата-анаңыздың шотын толтыруға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен, ерікті зейнетақы жарналарының салымшысы кім бола алады? Жеке тұлғалар да, заңды тұлғалар да ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары бола алады. Мұндағы жалғыз айырмашылық жеке тұлғалар өздерінің әрі жоғарыда айтып өткендей жақындарының пайдасына, ал заңды тұлғалар өз қызметкерлерінің пайдасына ақша сала алады. Айтпақшы, бұл жұмыс беруші тарапынан көрсетілетін қолдаудың өте заманауи және әлеуметтік жауапты түрі. Ал 2021 жылдан бастап экономикалық тұрғыдан да өте тиімді. Өйткені жеке тұлға өз пайдасына ерікті зейнетақы жарнасын төлеген жағдайда ерікті зейнетақы жарнасы сомасына салықтық шегерім көзделген. Бұдан басқа 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушінің өз қаражаты есебінен қызметкердің пайдасына төлейтін ерікті зейнетақы жарналары корпоративтік табыс салығын есептеу кезінде шегерімге жатқызылады. Жұмыс берушінің қызметкердің пайдасына төлеген ерікті зейнетақы жарнасының сомасы қызметкердің табысына салық салу кезінде ескерілмейді. Ерікті зейнетақы жарналары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алуға келесі тұлғалардың құқығы бар. 50 жасқа толған адамдар, мүгедектігі барлар, Қазақстан Республикасынан тыс елдерге тұрақты тұруға кететіндер немесе кеткендер, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында кемінде 5 жыл болған, өздеріне есептелген инвестициялық табысты ескере отырып, ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары бар азаматтар. Соңғы тармаққа сәйкес төлемдерді ерікті зейнетақы жарналары зейнетақы жүйесіне кемінде 5 жылдан болған азаматтар ала алады. Осылайша 35 немесе 40 жастан бастап ерікті зейнетақы жарнасы есебінен қаражат жинай отырып, 5 жылдан кейін 40 немесе 45 жаста сіз өзіңіздің алғашқы төлемдеріңізді аласыз. 1 мамырдан бастап бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін шот автоматты түрде ашылады. Яғни, салымшыға зейнетақы қорының кеңсесіне барып шарт жасасудың қажеті жоқ. Жеке зейнетақы шотын ашу үшін сізге қорға алғашқы ерікті зейнетақы жарнасын салу жеткілікті. Ал өз пайдасына ерікті зейнетақы жарнасы аударылатын жеке тұлғаны сәйкестендіру ерікті зейнетақы жарнасын аудару кезінде төлем тапсырмасының электрондық форматында көрсетілген дербес деректер, тегі, аты, әкесінің аты, ЖСН, туған күні бойынша жүзеге асырылады. Зейнетақы қоры басқа қажетті ақпаратты, жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын қолданыстағы құжаттың деректемелері, тұрғылықты жері туралы және өзге де мәліметтерді мемлекеттік органдардың тиісті ақпараттық жүйелерінен алады. Ерікті зейнетақы жарнасын Қазпошта акционерлік қоғам бөлімшелері, екінші дәрежедегі банктер немесе онлайн арқылы аударуға болады. Мұнымен қатар жұмыс берушіге өтініш беріп, соның негізінде ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті зейнетақы жарналарын тұрақты түрде аударатын болады. Зейнетақы мәселесін қазірден қолға алыңыз. Сізбен болған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры назарларыңызға рахмет. Келесіде кездескенше. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз, пайдалы ақпараттан қалыс қалмаңыз.